күндері республика бойынша әділет кеңес берет акциясы өтіп жатыр. Ондағы мақсат алимент өндіріп, зейнетақы тағайындау, мүлікті құжаттандыру бойынша даулы істерді халыққа құқықтық көмек көрсету. Облыс бойынша әділет департаменті мен Нұр Отан партиясы облыстық филиалының бірлескен акциясы бұл жолы Сырдария ауданында өтті. Құрамында адвокат, заңгер, сот орындаушылары бар құқықтық кеңес берушілер Жетігөл мен Амангелді ауылының тұрғындарымен жүздесті. Тұрғындар тарапынан қойылған алғашқы сауал алимент өндіруге қатысты болды. Екі баласымен ажырап кеп отыр. Енді сотқа арыз берейін десе, жаңа өзің күйеуге тұрған жеріңнен пропискадан шығып келу керек. Сосын барып қараймыз деп айтады. Осы қалай түсінбей жүргенін сол. Азаматтық істер жүргізу кодексінің 30 бабында көрсетілген мекен-жай бойынша кімде ата-ана жаңағы кәмелетке толмаған балалардың бар жері бойынша беріле береді арыз. Басқа қалада тұрсын, басқа ауданда тұрсын, бәрібір беріле береді қалалық сотқа. Елді мекен тұрғындарын еңбек стажына байланысты мәселелер де қызықтырады. Мысалы, Амангелді ауылдық клубының қызметкері Гүлжазира Аманжолова жұмыс жасаған 17 жылы еңбек кітапшасына еңбек алғанын айтты. Себебі Тереңөзек ауданына қосылып, біз сол жақта бөлімге қабылданған болатынбыз. Трудовая книжка деп жатырсыз ғой, сосын кейін айтып жатырмын. Одан кейін біз 2014 жылы кәсіпорын болып бөлек осы құрылдық, құрылымызға байланысты трудовая книжкамызды алатын кезде бізде 17 жылымыз жоқ болып шықты. Сол приказымыз көрсетілмесе, жаңағыдай мекеменің атауы өзгерген жағдайда, оны сот арқылы шешуге, дәлелдеуге болады. Оған қандай керек мысалы? Қазір сіз жолықсаңыз, мен сізге тізім беремін, қандай құжаттар дайындау керек. Ал Жетігөл ауылының тұрғыны Меруерт Ысқақованың туу туралы куәлігі жоғалғанына біраз болыпты. Құжаттың түп нұсқасын қалай алу қажеттілігін ол осы кездесуде бірақ білді. Менің метрикем жоғалуына байланысты, соны қай жерден қалай іздесем болады, қай жаққа барамын? Ол архивке беруі мүмкін. Сол арқылы халыққа қызмет көрсету арқылы не жолдама запрос бересіз, қағаз өткізесіз, олар дубликатын тиісті Қызылорда облыстық АХЖ бөліміне жібере ме, әлде Тасбөгетте мүмкін табылып қалуы мүмкін, сұрақ жіберіп, туралы дубликатын дейді, көшірмесін, қайталамасын алуыңызға болады. Ауыл аймақтарда баспана, жер құжаттамаларына байланысты шикіліктер жиі кездеседі. Тұрғындар болса, әрбір қағаздың соңынан жүгіруге уақыт таппайды. Сондықтан әділет органдарының өкілдері елді мекендерге арнайы баруды дәстүрге айналдырды. Осыған дейін сала мамандары облыс бойынша 12 ауылды аралап, 200-ден астам адамға құқықтық көмек көрсеткен. Сонымен бірге дарияның тасуына байланысты су алған жағдайларда мал шығыны болып жатыр. Сол мал шығынын өндіру мәселелері осы жөнінде сұрақ қойылып жатыр. Сондай-ақ алимент өндіру, еңбек өтілдерін қалпына келтіру мәселесі бойынша да сұрақтар туындады. Бұл сұрақтар бойынша әділет департаментінің қызметінің барлық саласы бойынша жылжымайтын мүлікке мемлекеттік құқықтарды тіркеу, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу бөлімі, азаматтық хал актілерін жазу бөлімі, сондай-ақ әділет департаментінің құрамында жұмыс жасайтын мемлекеттік сот орындаушылары тұшымды жауаптар беруде. Жиын соңында мәселесін жарияға жар салғысы келмеген тұрғындар заңгер, адвокат, сот орындаушылардың жеке қабылдауында болды. Айгүз Қожақова, Айса Шәріпов, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.